Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің назарларыңызға жасампаз жандардың 7 дағдысы Стивен Ковидің еңбегімен таныстыратын боламын. Жасампаз әкеге. Сол күні Монтанада біздің әкеміздің араны қайрау дағдысы сайып келгенде бір адамның өмірін құтқарып қалды. Оның өзі күнделікті тұлғалық жеңіс жетістігі деп атайтын іспен, медитациямен, қолжазбаларын қайта қараумен, жаттығумен, таңертең ерте айналысатынын жиі көретінбіз. Сол күні де көл жағасында кітап оқып, әрі тамаша көрініске көзі тоймай, рахаттанып, алаңсыз отырған кезінде күтпеген жерден «Құтқарыңдар» деген тұншыға шыққан дауысты естиді. Тұмса табиғатты қызықтау үшін жанынан тастамайтын дүрбісін қолына алып қарағанда, судағы үрленбелі қайықты көреді. Әлде біреу мұздай суда жан ұшыра тыпырлап, қайықтың жақтауына жанталаса жармасып жатыр екен. Бір сәтте кідірмей су мотоцикліне қарғып мінген әке қайыққа жеткенде ес-түсін білместей күйдегі еркекті көреді. Оны мотоцикліне мінгізіп жағаға жеткізеді. Бұдан соң оның отбасын іздеп ең жақын тұрған кемпингке барса, отбасы мүшелері ол үйде жоқ екенін, тіпті байқамағанын да көреді. Себебі өздері де өлесі мас екен. Арада біраз жыл өткенде әкеміз аман алып қалған кісі бұл оқиғаны жыр қылып әңгімелеп, бұл оның өміріндегі бетбұрыс сәт болғанын тамсана айтып жүреді. Ол өзін кім құтқарғанын да білмейді екен. Тек әйтеуір біреу айқайын естіп, судан шығарып алғанына ризалығын білдіруден танбайды. Бұл жағдайдың тек өзінің 9 баласы мен 54 немересі үшін ғана емес, жасампаз жандардың 7 дағдысы, рух берген және мәңгіге өзгерткен көптеген компания мен адамдар үшін де құтқару шеңбері секілді нәрсеге айналған біздің әкеміз Стивен Кови үшін символдық мәні бар. Ол бұл дағдыларды өзі ойлап таппағанын әрқашан ашық мойындайтын. Олар жауапкершілік, адалдық, жомарттық және жаңару тәрізді табиғат заңдарына немесе әмбебап қағидаларға негізделген. Бірақ ол сондай-ақ жалпы заңдар әрқашан жалпы тәжірибе емес деп есептеді және бар өмірін осы үндеуін неғұрлым көп адамға жеткізуге арнады. Отбасымыз оның адам әлеуетін азат етіп, сыртқа шығаруға бағытталған өмірлік миссиясының ұлылығы мен ауқымын 2012 жылы ол өмірден озған соң ұғынды. Біз бүкіл дүние жүзінен жолданған хаттар, шалынған қоңыраулар мен келген қонақтар нөпірі астында қалдық. Олар әкеміз құтқару шеңберін қалай тастап, қайсысын қандай қиын мәселе иірімінен, мағынасыз өмірден, компанияны берекесіз басқарудан, ажырасудан, некесі бұзылуынан, немесе бала күнде алған психологиялық жарақаттың салдарынан аман алып қалғаны жайында өздері бастан кешкен хикаясын бізбен бөліскісі келді. Біз өзінің принциптеріне сүйеніп, өмір сүру ұстанымымен миллиондаған адамға шабыт берген әкеміз нақты бір адамды қалай қолдап, қуаттай білгені туралы хикаяларды тыңдаудан жалықпадық. Әкеміз бас көтермей жұмыс істейтін және парасатты адам қалпынан ешқашан айныған емес. Көп жыл бойына ол әлемдік көшбасшылар мен мемлекет басшыларына талай рет кеңес берді және оны артықшылық емес, үлкен жауапкершілік деп білді. Бірде сол кездегі ақш президентін жұрттың бәрі дерлік сынға алып жатқан пікірсайысқа қатысушылар әкеміздің үнсіз отырғанын байқап қалады. Неге өз ойын білдірмей отырғаны жайында сұрағанда, ол жай ғана
күндердің күні оған ықпал ете алармын. Әне сол кезде 200-ді адам болып көрінгім келмейді деп жауап берді. Арада бірнеше ай өткен соң сол президент әкемізге қоңырау шалып, жасампаз жандардың 7 дағдысын екінші рет оқып шыққанын айтыпты, және әкеміз бұл қағидаларды қалай қолдануды жеке өзі үйретуге келісім бермес пе екен деп сұрапты. Әкеміз өз ғұмырында 4 ақш президентін қоса 31 мемлекеттің басшыларымен кездескен. Әкеміз әуелі өзі өмірде байқап көрмеген нәрсені ешқашан үйреткен емес. Бұл әсіресе кітап болып шыққанға дейін өзі көп жыл бойы зерттеген және өңдеген 7 дағдыға қатысты өте дәл айтылған. Ол проактив өмірдің шеңбері болды және бізге, балаларына, үлкен өкінішімізге қарай өз проблемаларымызды ақталуға немесе ол үшін жағдайға, достарға немесе мұғалімдерге кінә артуға ешқашан рұқсат етілмеді. Бізге осыны істеуге немесе басқа жауап таңдауға тиіссіңдер деп үйретті. Бағымызға орай, анамыз кейде бізге нақақ құрбан кейпіне кіруге және кінәні өзгелерге артуға рұқсат беріп, әкеміздің ұстанымымен тәп-тәуір тепе-теңдікті қамтамасыз ететін. Әкеміздің тапқырлығы мен бастамшылдығы шынымен аңызға айналған еді. Бірде ол жол бойындағы жөндеу жұмыстары салдарынан кептеліске тап болып ұшаққа кешігіп қалу қаупі туды. Бұдан артық күтуге болмайды деп шешкен ол жүргізушіге, мен шығып көліктер ағынын қозғалысқа келтіріп реттеймін. Тек сен мені алысырақ жол бойынан қайта мінгізіп аласың дейді. Жүргізуші аңырқап қалады. Сіз мұны істей алмайсыз дейді ол. Қарап тұр деген әкеміз шынымен машинадан шығып, қозғалысты бұлардың қатарындағы көліктер жүре алатындай етіп реттеп береді. Әрине, көлік иелері гудок басып, ризашылық білдіріп жатады. Жүргізуші оны мінгізіп алып, ұшаққа да үлгереді. Отбасында оны қарапайым және еркін адам ретінде білетінбіз. Ол басындағы қасқасын жасырып, өзін танытпас үшін сүйкімсіз парик немесе отбасында оны қарапайым және еркін адам ретінде білетінбіз. Ол басындағы қасқасын жасырып, өзін танытпас үшін сүйкімсіз парик немесе тісі ақсиып тұратын протез киіп алып, бейтаныс адамдармен әңгімеге кірісіп кете беретін. Лифтіге кіргенде біз оның басқа жолаушыларға оңтайлана бұрылып, олардың жеке кеңістігін бұза отырып, жарқылдай күліп, не үшін мұны жақын таныстық деп айтатынымызды түсінбеген боларсыздар дейтінін алдын ала біліп, үрейленіп тұратынбыз. Уақыт өте келе, біз өзгелерге не ойлап қалады екен деп қатты уайымдамауды, әмбе оның жайдары жаратылысынан тек рахатқа бөленуді үйрендік. Ол өзінің күндізгі құс ұйқысымен әйгілі болған еді. Бойына күш жинап алу үшін ол ең бір ойға келмейтін жерлерде, дүкенде, кинотеатрда, әуежайда, пойызда, саябақтарда, орындықта, жалпы кез келген жерде және кез келген уақытта жұмарланып, бешбетін жастанып, көзін маскамен жабатын да аз ғана уақыт мызғып алатын. Оның құлшыныс құштарлығы еліктірмей қоймайтын. Ол бізге сәттен құр қалма бағытында өмір сүруді және өмірдің жілік майын соруды, ол осылай айтқанды жаны сүйетін, үйретті. Өзі қолы жеткен кәсіби жетістігіне әрқашан аздап таңданатын, әрі қымсынатын. Ол даңқтың ықпалына берілмеген сыпайы қалпында қалды. Өзін өзі айналысқан ұлы істің қарапайым қызметшісі ғана деп біліп, әрқашан жаратушы мен өзгелерді ұлықтаудан танбады. Ол ешқашан өзінің сенім нанымы мен дінінен ұялып қысылған емес, және адам өмірінің орталығында Құдай тұратын болса,
онда қалған дүниенің барлығы міндетті түрде өз орнына келеді деп есептеді. Ол бізді компанияның немесе жеке тұлғаның ұсақ та берік жетістікке жетуінің жалғыз жолы мәңгілік қағидаларға сәйкес өмір сүру деп үйретті. Шын мәнінде әкеміз өз уағыздарына сәйкес өмір сүруге бар күшін салып бақты және әр олқылығы үшін ол бізден кешірім сұрайтын. Балам, өзіме ие бола алмай қалғаныма қатты өкінемін, немесе қымбаттым, тым қатты кеттім, сонымды түзету үшін не істейін дейтін. Адамдар бізден оның отбасында өсіп өмір сүру қандай болды деп жиі сұрайды. Сірә ол жақсы адам болып көрінгенімен іс жүзінде ондай жақсы адам емес деп ойлайтын. Әрине ол кемел адам емес еді. Оған да кейде анамызды күтіп, немесе көше кептелісіне тап болып қалса, шыдамдылық таныту ауыр соғатын. Әйтсе де оның ілімі мен өмірінің арасында айтарлықтай айырмашылық болған жоқ. Ол жұрт қандай адам деп ойласа, нақ сондай адам болды. Сірә біздің әке атына айтар алар ең үлкен мадағымыз мынау болар. Көпшілік қауымға ол жазушы және ұстаз ретінде қанша керемет болса да, өзінің жеке өмірінде әке және отағасы ретінде ол одан да қымбат еді. Біз оны осы тұрақтылығы үшін жақсы көрдік. Бәріміз әкеміздің уақытты басқалармен бірге болғаннан да өз отбасы рахаттанып өткізетінін білетінбіз, және ол мұны уақыт бөлумен және басты іске баса мән берумен дәлелдейтін. Ол сапарға көп шыққанымен біз үшін маңызды туған күн немесе баскетбол матчы секілді оқиғаларды мүлт жібермеуге тырысатын. Кейде тіпті 2 жыл бұрын жоспарлап қоятын. Ол қарым-қатынаста ұсақ-түйек болмайды деген принципті ұстанатын. Әрқайсымызбен жеке-жеке араласып, эмоциялық банктегі шотымызға тұрақты түрде салым салып тұратын. Ол оқу-үйрету сәттерінің шебері еді және шешімді бір мезетте сезімнің әсерімен емес, біздің құндылықтарымыз негізінде қабылдауға көзімізді жеткізіп, шынайы принциптерді өзінің атқарар ісінің бәріне қолданатын. Ол өз өмірінің үлгісі арқылы бізге өмір карьера емес, миссия екенін және шынайы бақытты өзгелерге көмектесу арқылы табуға болатынын үйретті. Әкеміз анамыз Сандраны аялап өтті. Екеуінің керемет жұбайлық өмірі 56 жылға созылды. Олар аптасына бірнеше рет екеуін жақындастырып тұратын айрықша дәстүрді орындайтын. Honda мотоцикліне мініп алып, табиғатты тамашалап, бір-бірімен емен-жарқын әңгімелесіп, орташа жылдамдықпен ұзақ қыдыратын. Әкеміз алыста жүрсе, күніне бір-біріне 2-3 рет телефон соғатын. Олар әлемдегі саясаттан бастап, кітап пен бала тәрбиесіне дейінгі нәрсенің бәрін талқылайтын. Әкеміз оның пікірін кімдікінен болса да жоғары бағалайтын. Әкеміз терең ойшыл адам еді және одан кейде тым ілімшілдік үрдісі бой көрсететін. Анамыз зейін қойып тыңдай білетін, әрі әкеміздің материалын оңайырақ және оңтайлырақ етуге көмектесетін. Стивен-ау, мынауың тым күрделі, не айтып отырғаныңды ешкім түсінбейді. Оңайлат және өмірден алынған оқиғаларды көбірек баянда дейтін. Әкемізге осы кері байланыс өте қатты ұнайтын. Бүгін енді өзіміз балалы шағалы болған кезде біз олардың ұттым күйіндегі қарым-қатынасына сүйсіне қараймыз және ата-анамыз ортақ бақытына қалай ләззат алғанын түсінеміз. Әкеміз көшбасшылыққа тамаша анықтама берген еді. Ол көшбасшы болу әр адамның құндылығы мен
әлеуетін мойындау деген сөз. Мұны мейлінше анық айт. Әр адам осыны өз бойына өзі көретіндей шабыттансын деп үйретті. Оның қазасынан кейін іле-шала бала кезі өте ауыр болған бір адам бізге әкеміздің ойын дәл жеткізген сәлемдеме жіберіпті. 30 жыл бұрын маған жасап берген нұсқауларының жазбасын әлі күнге дейін сақтап жүргенімді отбасы білсе екен деймін. Басқа кеңестерімен қоса маған ол Құдай мені сүйетінін, колледжге түсуге тиіс екенімді және күндердің күнінде міндетті түрде өз отбасым болатынын айтты. 30 жыл бойы мен оның айтқандарын тыңдап келдім және ол менің бойымнан аңғарып көре білген нәрсенің бәріне қол жеткіздім. Онсыз мен қазіргі мен бола алмас едім. Сіздерге рахмет. Жасампаз жандардың 7 дағдысының айрықша мерейтойында мадақ сөздермен осы кітап ықпал еткен миллиондаған адам һәм мыңдаған ұйым арасынан біз Стивен Ковидің балалары жасампаздығы жоғары отағасына құрмет білдіргіміз келеді. Бір кезде оның өзі суға кетіп бара жатқанды құтқарып қалғанындай, оның өмірі мен оның сөзі алдағы уақытта сіздер, отбасыларыңыз, компанияларыңыз, командаларыңыз және басқа да қисапсыз көп адам мен олардың ісі үшін құтқарушы шеңбер бола беретініне сенеміз. Біз бүгінгі беймаза заманда 7 дағдының мәңгілік принциптері басқа қай кездегіден де қажеттірек екенін және оның таралуы мен ықпалы уақыт өткен сайын тек өсе беретініне сенеміз. Осындай тамаша атамыз бен әкеміз болғаны үшін тағдырымызға үнемі ризашылық білдіреміз. Адал өмір сүруге, әлемді өзгертуге және әрқайсымызға берілген биікке көтерілуге шақырған оның мұрасы біздің және оның керемет рухы мен шабыттандырушы ілімі ықпал еткен жандардың бойында өмір сүре бермек. Құрметпен, Стивен Ковидің балалары.